Құрметті киносүйер қауым, міне көптен күткен жаз мерекесі де келіп жетті. Ал біз сіздерге профилім бағдарламасымен бірге әлемнің киноиндустрияның жаңалықтарын жеткізетін боламыз. Алдағы 10 минутта сіздермен бірге қайта қауышып отырған мен Динара Кунафина. Көп ғасырлар бойына адамзат баласы өз өмірін түрлендіруге тырысып келеді. Осындай көңіл көтерудің ең жақсысы әрине кино қарау болып табылады. Егер сіз де осылай санасаңыз, алдағы 10 минут уақытты бізбен бірге өткізіңіздер. Бүгінгі бағдарламада Даг Лайман Warner Brothers студиясының жаңа жобасына басшылық етеді. Кредо жаналғыштар ойынын жаңа режиссер дайындайды. Джуд Лоу жаңа данышпанға айналды. Жуырда Даг Лайманның фантастикалық суырлар күні болашақ шекарасы атауымен жарық көріп, көрермендерге ұсынылады. Бұл лаврлардың ұйықтайтын кезі, бірақ режиссер әлі де ой үстінде. Warner Brothers'ың Филипп Рифтің жабдықтау бекеті кітабын жарыққа шығаруға қатысты жоспары қызықты. Фильм адамзат баласының әлемді жаңаша, бір сәтте үлкен кеңістікке ауыса алатын пойызбен аралай алатын қиял ғажайып болашағы туралы әңгімелейді. Басты кейіпкер ұры қыз. Бұл қыз бейтаныс жұмбақ жігіттен ұсқынсыз әшекейді ұрлауға тапсырыс алады. Ал бұл әшекейдің әлемдік маңызы жоғары болады. Адамдар мен өзге ғаламдықтардың араласуы, ғарышқа ұшу және әуе кемесінің бәрі картинаның стимпанк стилінде болатыны жайлы ақпарат береді. Бұл жанр фантастика көрермендеріне арналған. Жобада әзірге қиялы бөлшектер жоқ, бірақ Warner Brothers Лайманның бұл істі басқаратынына сенімді. Режиссердің әзірге ойлануға уақыты бар. Сол себепті жаңа жоба жұмысы Даг Лайманға Splinter Cell ойынының түсіріліміне түсуге кедергі келтірмейді. Жұлдызды айқас 7-ші эпизодпен Warcraft картиналарының тұсаукесерлері 2015 жылдың желтоқсанына ауыстырылғанын ескере отыра, Дункан Джонстың жұмысы 2016 жылға ауыстырылды. Legendary'дің бас директоры Томас Тал мұның не себепті осылай болғанын түсіндірді. Warcraft'ың түсірілімі жақын апталарда аяқталуы керек. Демек жобаның 2 жыл ішінде жасалған жұмыстары постпродакшн кезеңіне тапсырылуы керек. Бірақ Талдың сөзінше, бұл уақыт тек пайдалы істерге жұмсалды. Релиз күнін дұрыс белгілеу өте маңызды. Көпшілігіміз байқағанымыздай, жақын 2 жылда көптеген ірі жобалар жарық көреді. Біздің фильмде Дункан Джонс ойлап тапқан ешкім қолданбаған бөлшектер бар. Сол себепті біз барлығын жақсы дайындағанымызды айтқымыз келеді. Барлығын ең жаңа технологияларды пайдаланып, жоғары дәрежеде жасау үшін бізге әлі 20 айдай уақыт керек. Майкл Фассбендер біраз уақыт бұрын Кредо жаналғыштар атты фильмнің басты рөліне тағайындалып қойғанына қарамай, қазір ғана аңызға айналған видео ойынның режиссері болды. Жауынгерлік шытырманның түсірілімін Джастин Куртиль басқарады. 20 ғасыр Fox студиясы режиссердің алдыңғы жұмыстарын ескеріп күтпеген таңдау жасады. 2011 жылы Куртиль шынайы өмірге негізделген Қарлы қала драмасын түсіріп, бірнеше мәртебелі марапаттарға ие болады. Ал жуырда Шекспирдің Макбет атты пьесасын жарыққа шығарды. Айта кететін бір жайт, Макбеттегі басты рөлді де Фассбендер сомдаған. Актер мен режиссерге бірге жұмыс істеген ұнайтын секілді. Сол себепті олар тағы да түсірілім алаңына аттанды. Майкл Фассбендер қазіргі таңда Голливудтағы ең көп сұралатын актерлардың бірі. Оған келетін ұсыныстар көбеймесе азаймайды. Әйтсе де өз кестесін дұрыс құру үшін кейбір қызықты жобалардан бас тартып та жатады. Бақытқа орай, Фассбендердің Ubisoft Assassin's Creed видео ойынына қатысы жоқ. Кредо жаналғыштар картинасы белгіленген кестеден кішкене кейінге қалып жатса да өзіне қатысты жаңалықтармен үздіксіз хабардар етуде. Естеріңізде болса, өткен айда жобаның сценарийін жазуға 2 бірдей сценаристер Адам Купер мен Билл Колладж кірісті. Данышпан фильмнің актерлік ансамблінде рокировка өзгерді. Енді Майкл Фассбендердің орнына жазушы Том Вульфтың бейнесін Джуд Лоу сомдайды.
Айтатын бір жайт, осыған дейін Джуд Лоу Майкл Фассбендерді ғана алмастырған жоқ. Джуд Джейн қару алуда фильміндегі бұрынғы әріптесінің орнын басқан. Бірақ кейінірек Лоудың өзі де жобадан кетіп, оны Джоэл Эджертон алмастырған. Данышпан картинасы британдық театр режиссері әрі продюсер Майкл Грандаджаның алғашқы кинодебюті. Экранда ол бұған дейін тек актер ретінде көрінген. Данышпан әдебиетші Томас Вульф пен оның жұмысын түзейтін редактор Макс Перкинстің арасындағы достық қатынастар туралы картина. Мұндағы редактордың рөлін Колин Фёрд сомдайды. Сондай-ақ бұл киножобада Николь Кидман да ойнайды, бірақ оның кейіпкері әлі құпия. Колин Фёрдке өз кезегінде астыртын теорияға тап болып, кішкене байсалдырақ болуға тура келеді. Мұнда ол Мэтью Вонның құпия қызметінде ойнап, жасырып жүрген ардагерді сомдайды. Ал шетел картинасында сенімсіздендіретін Ми алты агентінің бейнесінде ойнайды. Бұған қоса, британдық таңшылық теріден арылады алмайды. Ол өзінің жұмбақ тізіміне аспан көзі лентасында қосып алды. Сюжет бойынша Фёрд әскери барлау офицері. Оған ұшақтардың қатысуымен құпия операция өткізу бұйырылады. Енді ол Кениялық Найробидағы жасырын пәтерде тығылып өмір сүріп жүрген лаңкестер тобын құрықтауы тиіс. Сценарийін жазған Гай Хиберт, ал режиссерлік орында Эндер ойындарының қойышысы Гэвин Худ иеленді. Лентаны продюсерлік ететін Колин Фёрдтың өзі. Бай, талантты және әмбебап актер өз рөлін сахнада қалай ойнаса. Экранда да солай ойнау қабілетіне ие Колин Фёрд Британияға еңбек сіңірген актерлардың бірі. Мен сіздерге осы актердің шығармашылық өмірін еске алуды ұсынамын. Колин Фёрд өз балалық шағын Нигериядағы миссионер болған атасы мен әжесінің қолында өткізеді. 5 жасында ол Англияға қоныс аударып, 18 жасында драмалық өнер курсына жазылады. 1984 жылы басқа ел пьесасының экрандалуында Руперт Эвереттің орнын алмастырып, үлкен экранда бірінші рет жұмыс істейді. Нағыз атақ пен әлемге танылу Колин Фёрдқа 1995 жылы Намыс пен қате түсінік фильміндегі Мистер Дарси рөлі арқылы келеді. Бұл бейне актерға миллиондаған табынушылар сыйлайды. Фёрд Мистер Дарсидің бейнесін заманауи нұсқада Бриджит Джонстың күнделігі және Бриджит Джонс ақыл шекарасы фильмдерінде де қайталайды. 2003 жылы ол шынайы махаббат фильмінде Хью Грант, Эмма Томпсон және Кира Найтли бірге ойнап, көрермендерін қуантады. Колин Фёрдтың танымал рөлдері Ғашық Шекспир, Ағылшын пациент, Байсалды болу маңызды фильмдеріндегі бейнелері. Актер өз жетістігін Дариан Грей, Менің нашар бала күтушім, Тыңшы бері шық фильмдеріне түсіп жалғастырады. Колин 2008 жылы Кездейсоқ күйеуге Мэрил Стрип және Пирс Броснанмен бірге Мамма Мия музыкалық комедиясының экрандалуына түседі. Жалғыз еркек драмасындағы рөлі үшін Венециялық фестивальде Оскар сыйлығына ие болады. Ал Колин ойнаған Король сөйлеп тұр фильмі Оскардың 4 сыйлығына ие болып, үздік фильм деп танылды. Актерларға өздері ойнайтын картиналарға соңғы кездері продюсерлік ету сәнге айналып бара жатқан сияқты. Бастапқыда біз Майкл Фассбендердің «Кредо жаңалғыштар» картинасында Колин Фёрдтың аспан көзіне продюсерлік ететінін білдік. Ал енді Ченнинг Татумның да осындай қызметке жүктелгені айқын болды. Sony Pictures'тың басты рөлін өзі сомдап, продюсерлік қызметтерін Ченнинг Татум атқаратын әзірге атауы жоқ қылмыстық триллер құқығын алғаны белгілі болды. Оқиға 70-ші жылдардың аяғындағы кезеңге тура келеді. Мұнда басты кейіпкер қарапайым ер адамның жақындары үшін елдің ірі қарақшы тобына кіреді. Фильм шынайы өмір оқиғаларына негізделген. Ченнинг Татум бұған дейін Американың қылмыстық әлемінде болған. Расын айтсақ, ол кезде оның қылмыстық мансабы фильмнің алғашқы 5 минутында аяқталады. Себебі Кристиан Бейл оны атып тастап, актерді Джонни Ди драмасында көре алмаймыз. Енді Sony Татумға екінші мүмкіндік беріп отыр. Студия оны астыртын алаңға аттандырады. Фильмде Татумнан басқа оның серігі Рид Кэролин де жұмыс істейді. Бұдан басқа екеуі Супер Майк сиквелін жасап отыр. Сондай-ақ Sony продюсерлер Крейг Задан мен Нил Мэренға Чикаго мюзиклі мен Оскардың 86-шы салтанатын тапсырды. Сценарийін жазатын Кристин Гор, ал лентаның режиссері әзірге белгісіз. Осымен біздің бағдарламада өз мәресіне жетті. Бізге бөлген 10 минуттарыңыз үшін көп рахмет. Бізді көріп, сапалы кино туралы мәліметке қанығыңыз.